Жақсы, керемет қызықты бір ақпарат алдық, әңгіме болды деп санаймын. Енді деген мына қазақ тілінің дамуына үлкен ғылыми үлес қосып жатыр екенсіз. Ісіңіз алға бассын. Жоқ, енді ол менің жаңыз мен деген нәрсе емес. Барлық қазақ ғалымдары, біз енді Олжас Сүлейменов ағаларымыз, Қойшығара Салғара ағаларымыз, Асыл Осман апаларымыз, барлығына ақсақалдар, қазір біздің ақсақалдарымыз бас болып отыр. Жаңыз менің дүнием емес. Енді бірақ баста болғаным рас, енді баста осыны бастама қылып көтергеніміз. Бірақ осыны 2017 жылы Қырымбек Елеуұлы Көшербаев облыс әкімі, Қызылорда облысының облыс әкімі болған ағамыз осыған өте жақсы қолдау көрсеткені, оны жасыра алмаймыз. Өте мықты қолдады. Бірақ кейіннен осы біздің терең, әлде де терең зерттеу керек екенін біз ұқтық. Енді осы мәселені мағына Қорқытты айтып кетейін, сөзіміз не болмасын, қалып қоймасын. Қорқыт әлемді біріктіретін өте рухани тұлға. Себебі мына қырық қыз іздеп шығады да, қобыздың үнімен шығады қырық қыз. Жолда қырық қыз қалады қазақтың аңызында. Сонда қырық қыз қазірдің өзінде қарап отырсаңыз, қырық қыз бізге аңыз. Сол заманда қырық қызға, ақсақ қыз бен қырық қызға Қорқыт бабамыз аңыз болған. Бұл жерде әңгіме Қорқытты іздеп шыққанда қобыздың үнін іздеп шығады. Бірақ мәселе бұл жерде аңызда бір голограммалық үлкен бір код битті табады. Битті іздеу керек болды. Қазір қарап отырсаңыз, осы Қорқыт бабамыз ғасырлар бойына кесенесі жаңғыртылып келгенін білдік. Қазірдің өзінде қарап отырсаңыз, ол бір қызықты дүние. Мынау Елеу Көшербаев ағамыз кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кеңес үкіметінің орын кезінде соны өзгерткен. Кейіннен тағы да өзгеріп отыр да, мысалы. Енді оған Қорқыт бабамыздың кесенесін өзгертуге Қырымбек ағамыздың өте үлкен, өзімде басында соны атсалысып жүрдім, өте үлкен көмегі, ықпалы тиді. Бірақ енді сол кезіндегі елбасымыздың да ықпалы болды. Енді қазір енді барлығын былай деп айта алмаймыз. Біздің саясатта неде, біздің ғылым неде, біздің араласпаймыз деп айтып отырмыз. Бірақ жақсылығын айту ол парыз. Енді біздің осы битте не тұр Қорқыттың мәселе? Неге ақсақ қыз тапты, қырық қыз таба алмады? Қырық қыз мынау 5 жерде жерленуі. Сосын мына Қорқыт бабамызды тереңінен зерттеуді өмірбаянын қарап отырсақ, ол кісінің 3 жыл 8 ай анасының құрсағында болатыны, 3 жыл 8 ай анасының құрсағында болып, туа сала сөйлейтіні, бұл мәселе адамның биологиялық жағдайдағы кезіндегі бұл Иса пайғамбардың өмірбаянымен өте ұқсастығында. Бұл қалай дүние? Қазіргі енді осы кезде теологияда, әлем теологиясында Иса пайғамбарымыз өте тылсым тұлға болып отыр ғой. Оны бәріміз де білеміз, мысалы. Дәл сол сияқты бұл голограммалық өте Қорқыт бабамызда өте. Бірақ осыған ұқсас мына 12 күйі кейіннен бұл қобыздың үні пәленбай ғасырлаған жыл аңызымызда тұрса да, кешегі мына кеңес үкіметінің уақытында Қазақ радиосының басшысы болған сол уақытта мына Қызылордада Ахат Жанаев деген ағамызға ескі базарда Соқыр Ишан деген кісі қобыз тартып отырып, тоқтатып алып, ай тоқта балам, мына ата бабаңның аманаты бар еді, мен соны тапсыруға келдім деп, сол 12 күйді жазып беріп кетеді. Кеше соны мына
материалдық емес ЮНЕСКО-ның тізіміне Қырымбек ағамыз көп еңбек жасады, енгізді. Соның енді барлығын қарап отырсақ, бұл жерде де тағы да қобыздың үні. Қорқыт мынау үнмен. Қобыз не? Қобызда тұрған не қасиет бар? Домбырада тұрған не қасиет бар? Қобыз көкпен жерді жалғастырады. Әрине жалғастырады. Бұл космологиялық үн. Енді сол 12 күйдің ішінде біз қарап отырып, тылсым күй. Содан бұл күйді ол кезінде анау 4-5 кассеталар болды, соны жазып алғанда Ахатжан Ай, оны да зерттедік. Сонда мен дейді, ол кісі айтады, осы Соқыр Ишан деген кісіні барып, ертеңіне барып, тағы да осыны тереңінен сұрайыншы деп барсам дейді, ол кісі жоқ дейді. Сосын жан-жағымнан сұрадым дейді, осындай отырады дейді. Білмеймін, сол күні сіз алсаңыз, сол күні бір-ақ рет пайда болды, содан кейін біз көргенім жоқ дейді ол кісі. Қарасаңыз, тылсым дүние біздің қасымызда қазірдің өзінде қалмай келе жатыр. А неге ол үн қазақтың бізге қазақтан қалмай келе жатыр? Космостық бұл жерде бір үлкен голограмма, сосын Қорқыт бабамыздың 12 күйінің ішінде тылсым күйінің, енді біз тылсым деп айтамыз да, бірақ енді оны толығымен былайынша тылсым деп айтатын болсақ, оған жарайды сенбей-ақ қояйық, бірақ 12 күй келіп тұр ғой. Біз оны естіп отырмыз. Бұл қалай дүние бұл? Соны тереңінен зерттеп отырсақ, біз 12 күйдің ішінде Арыстан баб деген күйдің болуына таң қалдық қой. Бұл қалай дүние? Бұл неге Арыстан баб жүр? Сонда Қорқыт бабамыз ислам дінінің алдында өмір сүрген деп айтатын болсақ, сонда бұл күй әлі күнге дейін тылсым дүние Арыстан баб бабамыздың пайғамбардан аманатты алып, біздің құл қожа Ахмет Яссауи бабамызға әкелетінін біліп тұр ма? Біліп тұр. Сондықтан біздің мына аңыз әпсаналарымыз деген ол космостық жоғарғы сана берген ол жол. Сондықтан біз білмеуіміз де мүмкін. Мысалы, Қорқыттың 12 дастаны бар. Ол сол дастандарды зерттеп отырып, мынау Анарбай ағамыз, Азербайжандық Анарбай ағамыз өте терең зерттеген, аударма жұмыстарымен айналысқан. Сонда мына 12 дастанның ішіндегі осы кейіпкерлердің барлығы әлемнің барлық ұлтының салт санасындағы аңыз әпсаналарында айнытпай, болжытпай кездесуі. Бұл қандай ұқсастық, бұл қандай дүние, Қорқыт кім? Бұл голограммалық. Сосын қарап отырсаңыз, бір мезгілде әлемнің барлық жерінде болған и арақатынаста болған. И сол Қорқыттың жүрген жерлеріндегі бұл мына метафизикада квантовый, мына физика жүрген квантовый мир, сонда мына адамның рухы, дүниесі, ол ажалдан қашқан деген дүниеде, оның барлығын біз енді бұлай қазір мына таза ғылыммен не қылатын болсақ, біз мына ғылымнан алшақтап кетеміз де, біз оған келмейді. Бұлайынша келгенде осы мына адамның жанын қазақтың тіліндегі ауыз екі тіл деген дүниені біз мына филология, лингвисті зерттеп отырсақ, сөйтсек екі тіл деген сөз мына материальный әлеммен затты қозғап отырған, осы тәнімізді қозғап отырған жанның қызметі тұрғанын байқадық қой. Сондықтан біз тілімізге немқұрайлы қарамауымыз керекпіз. Өте мақтанудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ емшілерімізге, біздің осы мына біздің көріпкелдерімізге айтатыным ауызбіршілік деп болып. Билерге айтыңызшы, билерге. Енді мен билерді, енді мен қазір қалай айтсам болады енді. Билер бірікпей, қазақ бірікпейді ойлаймын осы. Мен де сол мәселені көтеріп жүрмін. Енді біз енді мына үкімет жұмыс жасап жатқан жоқ, үкімет бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген нәрсені біз көп нәрсе білмейміз.
ол үкіметтің жоғары орында отырғандардың барлығына да біздің халқымыз, жеріміз өте қажет деп ойлаймын. Олар да өзіміздің азаматтарымыз, олар да өзіміз, бірақ кеңінен ойлануымыз керекпіз. Біз қазір мына әлемдік саясатта бізге көз тігіп отқан қаншама мемлекеттер бар, қаншама алпауыт елдер бар. Олар жұтып қоюы да мүмкін бізді. Солардың арасынан, солардың өзіміздің шекарамызды бекітіп берген елбасымыздың еңбегін айтпауға да болмайды. Жаман деп айтайық, жақсы деп айтайық, жақсының жақсылығын айтуымыз керекпіз. Қателеспейтін адам баласы болмайды. Өзімізде тұнып тұрған қатеге толы адамбыз. Өзімнің де қателіктерім болған. Мысалы, қателіксіз адам баласы бола ма? Болмайды. Сондықтан да бізге мына қазақтың тіліндегі ауыздың бірлігі деген сөз, әлемнің бірлігі, қазақ бұзылса әлем бұзылар дейді. Мынау Екатерина айтпақшы, мынау қазақтың өзінің ата-баба тегін білетін болса, әлемді басқарады дейді. Жарайды, ата-баба тегімізді білдік, әлемді қалай басқарамыз? Оны біз мүлдем білмейміз. Сондықтан да біз ұмытылып қалған тарихымызды, тіліміздегі ғылымды космологиялық жоғарғы сана берген, космостық деңгейде берген, қазіргі жаңашыл компьютерлік технологиялық тілді дамытуға атсалысып, ауызбіршілікте бәріміз анауымызды жаман демей, жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, жақсы сөз жарым ырыс дейді, ауызбіршілікке керек деп, ауызбіршілікке тілді зерттеп отырғаннан кейін, сіздің каналыңыз арқылы мынау біздің қасиет қонған біздің азаматтарымызға, азаматшаларымызға айтқым келеді. Мына қазақтың тілі өте үлкен ғылыми тіл болып отыр. Космологиялық. Себебі мына космосты игеруіміз үшін қазіргі айтып жатырмыз ғой. Мынау инопланеталық басқа цивилизациялар келіп, біз сонымен тілдесеміз, біз сонымен сөйлесеміз деп жатыр. Мысалы, эзотериктер айтады, басқалар айтады. Бұл олай емес. Инопланеттің тілде отырғанымыз, космостық тілде отырғанымыз біздің қазақтың тілі. Өйткені біз бұл тіл, ата-бабамыздың өсиет сөздері шынымен де сөздің космостық жоғарғы ой қабатына өткен кезімізде біз бұл тілмен сөйлесіп отырғанымызды байқаймыз. Көп адам байқай бермеді. Егерде біз мына материалдық санамен, қазіргі оқыған ғылымымызбен, материалдық білімімізбен біз бұл тілдің арғы ойдың қабаттарына, космостық жоғарғы қабаттарына өтуіміз мүмкін емес. Сондықтан біздің яссауи бабамыз бізге тастап кеткен, біз әлемге қалай танытамыз, қалай таныстырамыз? Бұл әлемнің алдындағы қарапайымдылық ғылымы ашылғалы отыр. Әлемде жоқ, адамзат баласына берілмеген, жазылмаған ауызекі тілді космостық деңгейдегі жоғарғы сана өзі сақтауына алған, өзінің қызметін адамзат баласына жол көрсетуші адамзат баласының үн әліппесі. Ғылымның барлығы қарапайымдылық ғылымы ашылғалы отыр деп отырғанымыз, ол ар ғылымы. Шәкәрім айтқан, Абай атамыз айтқан. Сізден де ақпарат ағып тұр екен енді. Ол ақпараттың барлығы менде тұрған ақпарат емес. Ол біздің ата бабамыздың аманат. Келіп тұрғанды сол. Кішкене толқып отырмын, айып етпеңіз. Ата бабамыздың қаншама қиыншылық көргендегі, қаншама осының барлығын қиналғандағы, азап көргендегі осы біздің аманат жеткізді ғой. Осы аманат дегеніміз, ол біз айтатын бағанағыдай атам келіп айтып отыр, анау келіп сөйледі емес, ағайындар. Ол таза тілімізде тұрған ғылым. Біздің салтымыз, дәстүріміз. Біз қазір әлемге арийлер кімдер болған толық тарихын ғылыми тұрғыда толығымен формальды түрде мына толық
зерттеліп жатырмыз. Қазір осының бағдарламасын толық мына енді бұл кітаптар қайдан алуға болады, қайда шығып жатыр? Енді біз оның барлығын қазір мен де шығарып не қылдық, бірақ енді мен осы кезде мен пайда болмас үшін бағдарламасына енгізіп жатсыз да, мен түсінгенім. Жоқ, институттың бағдарламасына енгеннен бұрын біз мына барлық ғалымдарымыз бірге отырып, ауыздың бірлігіне келіп, осы мына ауыз бірлік әліппесін, қазақтың 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні, бұл ғылым, филология ғылымына, шынымен де филология ғылымның атасы деп айтатыны рас. Рене Декарт, Гумбольдтардың, Радловтардың айтқаны, олардың барлық еңбектерін, батыстың филологияда қосқан еңбектерін барлығын біз жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан мына қазақтың тілін құртамыз, ол орысша сөйлеп кетті, басқа жағдай болды, құрып бара жатырмыз деген құр байбаламның қажеті жоқ. Себебі бұдан қорықпау. Үрейге берілмейді. Үрейге берілуге болмайды. Себебі бұл тілдің егесі біз емес, ағайындар. Бұл құдірет. Бұл космостық деңгейде тіл. Бұл тіл адамзат баласын миллиардтаған жыл бойына, жыл санауға да келмейді даже. Біз себебі бұл тілдің уақыт измерениесін біле алмаймыз, ағайындар. Біздің уақытымыз бұл тілмен есептелмейді. Сондықтан біздің тілімізде тұр, сәті келгенде болады дейді. Ол сәт деген жоғарғы сананың бізге берген уақыты. Біз ол сәтті біле алмаймыз. Сондықтан бұл тіл адамзат баласын алдыға сүйрейтін космологиялық жоғарғы саналы тіл. Бұл моногенеза. Бұл адамыздың тілі, ағайындар. Адамзат баласына өзінің атасының тілін таныстыру. Бұл тілде фразеологиялық сөзде қандай мейірбандық, қандай болды. Керемет. Бұл әліппені зерттеп отырып, бұл нені зерттеп отырған кезімізде Яссауи бағымыздың кәдімгі анау шер толқытып, мен жыладым дейтіні, көзден жас ақпауға мүмкін емес. Адамның көзден жас ақпауға мүмкін емес. Себебі бұл тіл рухани тіл, өте керемет тіл. Сондықтан бұны ғылыми түрде білмесек, біз бағанағы басқа жаққа салып, атам сөйлетіп отыр, анау сөйлетіп отыр деп мен айтарым, әркім өзінің берген қасиетін, Құдай берген қасиеттерін, қасиет жоқ деп айтпаймын. Бүкіл әлемде бар, бүкіл халықта бар, жалғыз қазақта емес. Сондықтан да біз өзіміздің берген ата-бабаларымыздың қасиетін құпия сыр қылып, өзіміздің ішімізде ұстап, сол берген ілімді, білімді қазіргі заманға сәйкес ғылым қылып, медициналық тілде жеткізе білсе деп айтамын. Өткен керемет осының бәрі. Мен енді сізге алғыс айтқым келеді. Осы ата-бабаларымызды шынымен де шын жүректен осының бәрін уағыздап жүрген, айтып жүрген, барлығына да мойымай, әркімнің мысалы тілі бар, сөзі бар, оған да қарамай, осы ата-баба аманатымызды жеткізуге атсалысып жүргенімізге мен Құдайдың алдында, ата-баба аруағымыздың алдында, адамның алдында алғысымды айтқым келеді. Сізге рахмет, осы еңбектеріңіз жолыңыз болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Көп рахмет.